Теңіз бен мұхит суы неге тұзды? Мұнда қандай хикмет жасырынған? Құран мен ғылым бұл туралы не дейді? Құрметті ағайын, осындай фактілерді жіберіп алмас үшін парақшамызға тіркеліп қой. Әлемдегі судың шамамен 97,5% тұзды, ал тек 2,5% тұщы су. Жер бетіндегі 97,5% тұзды су мұхиттар мен теңіздерде орналасқан, ал 2,5% тұщы судың көп бөлігі мұздықтар мен жер астында. Теңіз суының тұзды болуы жай табиғи құбылыс емес, тіршіліктің сақталуы үшін қойылған. Егер теңіз суы тұзсыз болса, миллиардтаған бактерия, өрекселер мен қалдықтар суды лезде шірітер еді. Теңіздер жер бетіндегі ең үлкен індет ошағына айналатын еді. Ауа, климат, адам өмірі тікелей қауіпке түсіреді. Ал тұз табиғи тазартқыш. Ол суды сақтайды, тепе-теңдікті ұстап тұрады, тіршіліктің шегін белгілейді. Бұл кездейсоқ емес, нақты өлшеммен қойылған жүйе. Құранда Фурқан сүресінің 53-ші аятында әрі ол Алла бірі сүйкімді тұщы, ал бірі тұзды ащы екі теңізді қосты, және екеуінің арасына бөгет пен өте алмайтын тосқауыл орнатты деген. Бірі ішуіміз үшін, бірі тіршіліктің үлкен жүйесін сақтау үшін. Алла тағала тұзды және тұщы сулардың араласса да өз қасиетін жоғалтпайтынын баяндайды. Ғалымдар судың тұзды болуы қыс мезгілінде қатып қалмауына себеп екенін зерттеді. Егер мұхиттар қыста түгел қатып қалса, ауа райы жүйесі бұзылар еді, теңіз тіршілігі жойылып, жауын шашын айналымы тоқтар еді. Бұл да Алланың ұлы даналығы. Тұз табиғи антисептик. Ол судың шіріп, иістеніп кетуіне жол бермейді. Сондықтан теңіз суы миллиондаған жыл өтсе де бұзылмайды. Екіншіден, теңіз тіршілігі үшін қажетті орта. Көптеген балықтар мен теңіз жәндіктері тұзды ортада ғана өмір сүре алады екен. Тұз олардың денесіндегі су мен минерал тепе-теңдігін сақтайды. Үшіншіден, егер мұхиттар тұщы болса, булану мен жауын шашын айналымы бұзылар еді. Тұздық тепе-теңдік ауа райын реттеуге көмектеседі. Тұз судың тығыздығын арттырады. Соның арқасында кемелер де жеңіл жүзеді. Тұзды су жағалаулар мен өзендерден келетін лас заттарды тазартып, ыдыратады. Теңізге қарап, рахмет Алла, бұл өмірді осылай үйлестіріп жаратқаның үшін деген ой пайда болса, адам иманымен Аллаға бір қадам жақындайды. Теңіздің тұзды болуы Алланың мейірімі мен хикметінің айқын белгісі. Ойланған жанға бұл үнсіз насихат. Жаратылысқа қарап, жаратушыны таны.